бізді мәдени мұра байлығымызды жоюды көздеп қыспаққа алды ана тілі мен төл дінімізді. Құлғуды қайрат жігерімізді таптады барлық өнерімізді, кескенде үміт күдерімізді, білмеді кімге сенерімізді. Айтылған адал ақылды сөзді тыңдамай ар мен ұяттан безді, ерлерді елден аластап буды, көтерді көкке есермен езді. Мінезі оның секілді құйын, құлтады пікірін ойын, тәргілеу соңы аштық қаласып тиді бұл дәуір алашқа қиын. Бәрінде соның ертерек сезіп отыр алмадым, үндемей төзіп байыппен айттым халқымның зарын, лепір дол сонда малтасын езіп. Ел ішіндегі алуан жайдан шындықты айтқанды ұнатсын қайдан, кішәк бірді жасаймын мен деп даурығы қу жақ бізге ашты майдан. Қолында билік ит болып қапты, алуынан кейін қасқыр боп шапты, 28-дің желтоқсанында Қызылордада түрмеге жапты. Онысы аздай Сібірге айдатты, ондағы қорлық сорды қайнатты, қазақтың емес орыстың жерін өркендетуге жанды қинатты. Азапты ауыр жұмысқа салды, жұқарып жүнжіп жүйкеміз талды, бейнеттің төзбей қиындығына талай боздақтар сол жерде қалды. Оралып еттік Сібірден біз сау, 37-де тағы бір құрсау құрылып, сұмдық сұрқиялық пен зиялы біткен ұсталды боп жау. Беймезгіл көкте ойнаған жайдай зымияндықты кім көрген мұндай, атып та жатыр, асып та жатыр, зұлымдық пен жендеттер сондай. Бұл зұлматқа да таппадық қайран, қан шертеткен Сталин тиран, халықтың қанын судай ағызған, басылмас оңай советтік ойран. Ұлттардың барлық қаймағын сөзіп, қалдырмай төгел алғандай төзіп, шығатын кезең алыста болар, шынжыр бұғауды талқандап өзіп. Өркенді ел боп тұрса деп алаш, билігі өзінде болса деп алаш, отпенен суға түсті қой біздер, тәуелсіздігін алса деп алаш. Әлі де солай ұраным алаш, өмірлік шырқар жыраным алаш, бір замандарда өз азаттығын алады сөзсіз отаным алаш. Өлсем де достым алаш деп өлем, қойнына жердің алаш деп енем, 50 жыл бәлкім бір ғасырдан соң халқыма сонда алаш деп келем. Демеймін саған әзірге сыраш, бізге де төбі жаяды құлаш, әуелі бізді қайт оралтады, тәуелсіздігін алам десе алаш. Бодандықтың түнегін алаш, жарады көріп күн жүрегін алаш, кек кернесе о дүниеде де тілеріміз бізде тілегін алаш. Файзолла саған айтатын бір сөз, қателі қауіпті әрі қатерлі бұл кез, өртеде бүртті көдаман қалар, амалсыз ең ғой зәбірге сен төз. Мұраттас болған замандастарға, антына адал қаламдастарға, мұқтарды аман сақтаңдар дедім, жеткізеді ол елін асқарға. Өзіне де айттым кетеміз біз деп, отыр ғой сондар құртылды көз деп, кешірім сұрап жори арызша жүрген жан болып әділдік іздеп. Амалсыз олар кешірім қылмақ, жұрттан сөйтіп жақсата қалмақ, осылай жазса мұқтар жан дедім, басыңа сонда қонады зор бақ. Ол маған қарап аңтаң боп тұрды, ойланып біраз көңілім бұрылды, бұл қалай болмақ, елде де оқпақ, демейме дөз-ақ өзіне құрды. Жоқ қалқам дедім, сөкпесек ірге, сен енді бізбен кетесің бірге, болашағың зор үміт артамыз, рухын ұлттың жеткізген.